түсіріп жүр, арқылы түсіріп жүр. Бүгін біздің міне сабағымыз Кенесары Қасым бастаған қазақтық көтеріліс. Сондықтан бір-бірімізге алдымен көңіл күй сыйлайық. Бір-бірімізге жақсы батырлыққа, ерлікке байланысты мына топ екінші топқа өз тілегін айтсын. Жақсы, ал сіздер үшінші топқа тілек айтыңыздар. Ал үшінші топ, төртінші топқа тілек айтсын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Ал сіздер мына топқа тілек айтыңыздар. Сіздер өз отаныңызға көмек көрсетіңіздер. Өз отаныңызға көмек көрсетіңіздер. Жақсы отан болыңыздар. Ал көңіл күйіміз жақсы болса, біз сабақты бастаймыз. Қараңыздар, біз Кенесары Қасым бастаған азаттық көтерілістің бүгін екі сабағын көріп отырмыз, баба, екі сабағын көріп отырмыз. Енді біз бірінші сабаққа байланысты, қазір сабағымыздың алдымен мақсатын көрейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Кенесары Қасым бастаған азаттық көтерілістің себеп салдарын анықтап, тарихи маңызына баға береміз. Зерттеу сұрағы Кенесары хан бастаған азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Біз бастаймыз. Үй тапсырмасы сіздерге берілген, білесіздер, біз алдында Кенесары ресмінде өткеніміз болатынбыз. Ал жақсы, онда біз қазір бірінші топтан бастайық. Бірінші топ өздеріңіз таңдаңыздар. Біліміз мың шығар деген ойын сабағы. Орныңызда тұрмай тұрмыз. Мен етіп 20. Біле, қараңыздар. Кенесарының Қытайдан әскер сұрағаны рас па? Кенесары қай ел билеушілері көмектескен дейді. Ал жауаптарыңызды айта қойыңыздар. Бұхара мен Хиуа хандықтары көмектескен, Аз жауабын көреміз. Рас. Кейбір деректерде міне Кенесарыға бірінші уақыт Бұхара мен Хиуа билеушілері көмектескен дейді. Жақсы, екінші топтан да орында тұрмайды ғой, маған орында тұрмайды ғой. Неше? Көтерілістің басталуы 10. Міне Кенесары Қасымұлы басшылығымен қазақтардың Ресей империясына қарсы ұлт азаттық көтеріліс қашан басталды дейді. Ал айта қойыңыздар. 1841 жылы басталды дейді. Жақсы, тағы кімдер нұсқа бар сіздер? 37 жылы басталды дейді. Екі жауап шықты. Жақсы, онда біз қазір сол жауапты көреміз. Қайсысы көтерсең? 1837 жылы дейді. Яғни біздер үшінші топ үшінші топ жәнегі үшінші топтың 10 балын алды. Жақсы, енді үшінші топ өздеріңіз айтасыздар. Қазір міне. Тұра тұрыңыздар қазір. Көтерілістің басталуы 20 дейді. Міне, Кенесары жасақтарының белсенді әскери қимылы қашан басталды дейді. Ал жауап бар ма? 41 жылы басталды дейді. Сіздерде нұсқа бар екен. 38 жылы дейді. 41-38. Екі түрлі жауап қазір көреміз. Қайсысы білсе екен? 37. 38 жылы деп айттыңыздар, Яғни бірінші топ неше бал алды? 20 бал алды. Ал жақсы, енді төртінші топ өздеріңіз сұрақтарыңызды айта қойыңыздар. Қазақ хандығының қалпына келтірілуі 20. Міне, ханның жанынан құрылған кеңеске кімдер кірді дейді? Кеңеске батырлар, одан кейін сұлтандар және көп халықтар, өзбектер, татарлар және жай халық. Жай халық кірді, Жақсы. Жауап қабылдаймыз ба? Ал айта қойыңыз. Бұл айтса, біріншіден ол 300-ге ол қатысты, екіншіден қарапайым халық, үшіншіден ру басылары, билер, батырлар. Жақсы, бұл жерде не деп тұр? Ханның жанынан құрған кеңеске кімдер кірді деп тұр. Міне, ханның жанынан құрған кеңеске батырлар, билер, сұлтандар кірді. Жауаптарыңыз дұрыс. Айлақанның жауабы дұрыс. Неше өтеді? 20 болды ғой,
4-ші топ 20. Енді бірінші топтарда себептері 30. Міне. Көтерілістің негізгі қозғаушы күштерін атаңыз. Ал айтамыз. Айшетамыз. 300, сосын жүздер, старшында, сұлтанда. Ал Абди айта қой жауап бар екен. Қарапайым шаруалар және рубасылары билер. Жақсы. Қазір көреміз. Иә, көтеріліс негізгі қозғаушы күші қазақ халқы оған старшындар мен дибаны сұлтандарға қатысты дейді. Сіздер жауаптарыңыз дұрыс екен негізі. Неше болды? 30. Ал екінші топтерді айтамыздар. Көтерілістің басталуы 30. Көтерілістің басталуы 30. Міне. 1836 жылы Кенесары мен оның жақтастары қандай мақсатпен патшаға хат жолдады? Ал жауаптарыңыз бар ма? Қай топта жауап бар? Ал, мейірім айта бар. Кімге хат жолдады? Хат айта бар. Әкімшіл жазыра бар, иә? Әкімшіл жазыра хат жолдады. Ал, Айша, бата берген. Генерал губернаторға хат жолдады. Ал, кет тұр. Олар хат жазған, содан кейін сол хатында олар жазған бекіністерін жойыңдар немесе біз оны бұзамыз. Сөйтіп жазған. Жақсы. Омбы жазған ал сіздерде? 1839 жылы Горчаков пен Перовский губернаторларына хат жолдады. Хат жолдаған. Жақсы, енді қай жауап дұрыс екен көрейік. Дұрыс жауап бар екен. Міне, Кенесары оның жақтастары бітімгершілік жасауға ұмтылды дейді. Бітімгершілік жасауға. Яғни мейірімнің жауабы дұрыс екен, иә? 30. Жақсы балалар, осымен біздің тапсырмамыз бітті. Енді арқылы жалғастырамыз балалар. Міне. Уақытқа сыймайды ма? Қазір. Ал. Енді Кенесары Қасымұлы кім? Кенесары ханның тұлғалық қасиеттерін атаңыз. Әр топ бір тұлғалық қасиетті. Ал, айтыңыз келем. Қатысыңыздар айтыңыз. Абылай ханның немересі мемлекет қаһарманы. Жақсы. Ал Айша тоқта берген. Батыр болған. Арунас. Кенесары Қасымұлы Абылай ханның немересі, дипломат, қолбасшы. Жақсы. Бектұр. Ол мемлекет қайраткері аса көрнекті тұлға болды. Адия. Және де ол көптеген көтерілістерді басқарған. Ақмола, Қарқалы, Екатеринбург, Ақтау бекіністерді бұзған және шабуыл жасаған. Жақсы, сіз айтыңыз. Болды. Жақсы, енді көрейік. Міне, Кенесары Қасымұлы Абылай ханның немересі қаһарман батыр, қолбасшы дипломат, мемлекет қайраткер. Барлықтарыңыздың жауаптарыңыз дұрыс, иә? Барлықтарыңыз сипаттамасын бердіңіздер. Енді қазір біз енді сіздерге жәнегі міне 4 нені таратып берем балалар. Бүгінгі тақырып кітаптарыңызды ашып отырыңыздар. Ал енді міне жерде міне қараңыздар. Мен қолға түскенді берейін міне сіздерге. Міне бір мәтінді сіздерге міне жерде мәтін тұр. Міне кеңіздер кез келген жерде қолға түскен. Енді осынdan міне мәтін тұр қараңыздар. Топ жасасын. Минутын қарап отырасың.
Ал, мен ал орында бар. Иә, осында жауап қандай тақырыбы? Көтерілісшілердің қырғыз аумағында қимылдары деген тақырыпты ашасыздар. Осында, иә, осында жазып, дәптерге жазыңыздар, дәптерге. Дәптерлеріңізге жазасыздар, дәптерге жазасыздар, дәптерге. Тақырып таптыңыздар ғой, қандай тақырып? Кенесары әскерінің ұлы жүз аумағына қарай шегінуі деген тақырып бойынша. Ал дәптерлеріңіз осында ақылдасыңыз. Қарулы күштердің құрылуы кімде? Қай топта? Үшінші топта. Міне бос орындарды толтырыңыздар. Сіздерге берілген қарулы күштердің құрылуы осы берілген тапсырма бойынша орындайсыздар. Одан кейін екінші топты көрейін. Батыр үкіметін жасаған әрекеттері екінші топты көріңіз. Bunu қайта тоқтатып. Can şey Тоқтатпа, 45 минут бойы істейсіз. Ал жүзбақ арасы бұл болады. Әдемеде барасын түсірген ешкім қалай болсын. Mine ekşisi bile. Naç hükümeti cazalama hareketleri. İyi? Kay topta? Ekşi topta gelin. Şimdi Naç hükümeti cazalama hareketleri de buna tasarlanmalarında işte. Yeni üçüncü topta? Mine. Kötürüşleri kız almanda kıyımlıkları ya. Mine. Osman orada işte. So'sanga bunda shu joyda turib o'zingiz qo'rqaysizlar hozir. 5 minut qana beriladi. 5 minut. Beş minut beriladi. Hozir meni 2 minutimiz qoldi. So'dan keyin 3 minut har qaysimiz qo'rqamiz. Өз ойларыңызды айтасыздар. Өз ойларыңызды айтасыздар. Бұл жерде не айтқысы келді? Жақсы ма? Менен екінші мен қараңыз. Қашан қайда қалай? Кенесары жасағаннан қырғыз жеріне басып, қашан басып? Ақиқат немесе жалған, мына ақиқат не жалған болды. Мынау ойды жалғасы, егер қырғыз манаптар Кенесары қолдау көрсеткенде, енді өздеріңіз ойларыңыз. Қолдау көрсеткенде не болар еді? Жақсы болар ма еді? Не болар еді? Ол жерде өз ойларыңызды айтасыз. Mine жерде солай болсын. Мән түсіндіресің. Шөйтіп мына жерде тұр, мына сөз таптыңыздар ма? Шөйтіп? Қайда тұрсыз? Қайсы? Міне бұл. Мына сөз таптыңыздар ма? Қайда тұр? Вот. Енді осы өз ойларыңызды айтыңыздар. Бұл жерде не үшін келді? Қырғыздарға не үшін келді?
Міне қазір жорыққа байланысты болсын, картадан көрсетесіздер. Карта. Кейбір шығармашылықтарында карта бар. Міне көріп отырсыздар, картадан көрсетесіздер. Al жақсы, қай топ дайын? Бастай берейік. Бастай берейік. Примерно 15. Астана уақытында білесің бе Ну, болады көруге. неше деп жазылып неше минут Мынау видео 5 минут. Еще бар бұрынғы 7 минут. Еще бірнеше. 2 минут. онда 5 минут болды. Иә. Ал жақсы, ал қорғаймыз. Кім ал? Ал дарын. Ал мынаны ұстап тұрмыз. Кәне балалар, бәріміз назар аударамыз. Міне. Бірінші тапсырма бойынша, мен мұнда келгендегі мақсатым дейді, сендермен жауласып қантөгісу емес, қайта қазақтар мен қырғыздардың басы қосып болады күшейту дейді. Ал қалай ойлайсыз? Allah яғни көмектесіп алайық. Бұл жерде неге шақырттық? Ынтыбақ бірлікке шақырып тұр, өйткені біздің де бұл құндылығымызда ғой. Ынтыбақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді дейді. Қырғыз бен қазақ не істеу керек? Бірігетін болсақ, біз Ресей патшалығына қарсы тойтарыс беретін үлкен күшке айналамыз деп тұр. Тағы да кімге қуандық қойып айтыңыз әрқашан. Төрт тапсырма. Сізде ойды жалғастырды. Егер қырғыз тараптар Кенесарыға қолдау көрсеткенде балақты ұшаламыз. Ресейге шабуыл жасауға мықты күш болар еді. Жақсы. Ал Ләйлә. Екінші. Кенесары жасағымен қырғыз жеріне басып кірді. Кекілсеңіз қойнауында ғой, жақсы, ақиқат немесе жалған ал. Сіз қайсысын айтасыз? Жалған деп. Екінші, қырғыздар Кенесарыны қолдады, жалған. Ал сіз орыс билігі қырғыздарды Кенесары ауылдарына шабуыл жасауға ашық айдап салды. Ақиқат па? Ақиқат. Жақсы, мына топ болды. Жақсы, жауаптарымыз қанағаттандық. Енді сіздер барлық жауаптарымыз дұрыс болғандықтан сіздерге 10 бал беріп отырмыз. 10 бал. Бұл неше топ? Бірінші топ. 10 бал. Барлық жауап болса 10 бал болады. Екінші топқа келейік. Кім даяр? Сіздер даяр ма? Сіздер. Ал міне төртінші топ даяр екен. Ал, Мұхаммед ұстап тұрмысыз. Міне төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыз дейді. Міне жерде неліктен Кенесары ұлы жүз аумағына қарай шегінді? Ал кім жауап береді? Азық-түлік жетпеді дейді. Одан кейін патша үкіметі қандай шара қолданды? Кіші жүз бек орда жолын кесіп тастады, иә? Жақсы отырамыз. Одан кейінгі жауабы. Ұлы жүз Кенесары қандай қолдау көрсетті дейді? Сырымшы бейсейіт Тайшыбек деген батырлар хан билігіне қосылды және едәуірді күшейтті. Күшейтті, жақсы. Одан кейін не дейді бізде? Қытай өкіметі Кенесары әрекетін қолдады ма? Неліктен дейді? Қолдаған жоқ, неліктен?
деді, иә? Жақсы. Ал енді отыра қойыңыздар сіздер. Бектұр, тыныш, бала тыныш қаламыз. Енді арғырақта картамен жұмыс істейді. Кенесары жасаған ұлы жүз аумағындағы қозғалысын картадан көрсетеміз. Ал картада, міне карта. Карта бізде қарамен патша үкіметінің солдаттары. Қызыл Кенесары. Ал. Мына қызымен істеліп қалады, иә? Қай жерге дейін барды? Солтүстіктен бастап, мынау қай жақ болды? Соған қарда үшкеге дейінгі жерлерде, оңтүстік жетісу өлкесі дейінгі, Кенесары көтерілді. Жақсы. Тұрыш жауабын белгілейміз дейді. Міне үшінші. Кенесары ол жүзге шебер кезінде қай батырлардың қолдауын әскери күшін қайтуға маңызды рөл атқарды. Бөгенбай мен Қабанбай саржанмен десеңдерді сұраншымен байсымен дұрыс белгіледіңіздер. Шығармашылық тапсырма. Кенесары хан атынан Қытай билеушісіне хат жазып көріңіз. Кім хат жазды? Айлана жазды. Ал. Құрметті Қытай Тыныш балаларымыз, Кенесары ханды тыңдаймыз. Құрметті Қытай билеушісі, мен Кенесары Қасымұлымын. Қазақ хандығының батырымын. Қазір бізде Ресеймен бірге мәселелер болып жатыр. Біз көтерілістеміз. Бізге көмек қолдауға көмектесесіз бе? Көмектесесіз. Бұл Кенесарының Қытай билеушісінің жазған хаты, иә? Осылай жазу керек еді, иә? Жақсы. Егер сіз Кенесарын орындамасаңыз, осылай жазар едіңіз, иә? Тамаша. Яғни бұл бізде төртінші топ қой, иә? Төртінші топтың да жауаптар қанағаттанған барлығы дұрыс. 10 балдан береміз. Ал жақсы. Енді біз қай топ бізде таяқ? Ал келіңіздер. Міне, патша өкіметтің жазалау әрекеттері дейді. Біріншісі, қателер тауып түзет дейді. Қандай қателер бар? Талас өзенінің бойында емес, Талас өзенінің бойында емес, Тобыл өзенінің бойында емес дейді. Тобыл өзенінің бойында деген дұрыс емес па? оның жоғары ағысында Жоғары ағысында болған. Жақсы. Сосын кейін. Яғни 46 жыл дұрыс емес дейді, ол 44 жыл болатын. Жақсы. Жаңа Турин, ол бізде шайқасқа қатысты, бірақ жеңбеді. Жеңбеді. Мынауға жазып қою керек еді. Жақсы. Одан кейін Қырғыздар Кенесарыға қарсы болды. Енді не жерден не деп тұр? мұнда қазақтар осы қолдады. Сосын Кенесары әскер тек қылыш пен найза ғана қолданды дейді, дұрыс па? Иә, дұрыс. Себебі ол содан кейін тек басқалар жоқ. Бұда қате емес па? Өйткені мылтықта да оларда болды ғой. Болды ғой. Иә. Сондықтан мына жерде айтады тек қана қылыш пен найза ғана қолданды дейді. Ол дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес. Тағы да қандай қарулар керек еді? Басқа Заманауи қарулар болды олардың әскерлерінде, иә? Жақсы, 4 қатер таптыңыздар. Екіншісі, қайсысы 1844 жылы болған оқиғалар қайсысының қатысы жоқ дейді? барлық ақпарат сәйкес келеді, тек Ц жауабы, яғни Орынбор бекінісінің Орынборға Долгоп пен Ерін бастаған елші жіберді деген дұрыс емес, иә? Екі жауабы дұрыс, иә? Кенесары Екатерина станциясына шабуыл жасады дұрыс. Кенесары хан Жантөрин әскерді күйретіп соққы берді дұрыс. Тек қана үшінші жауап дұрыс емес, иә? Ол 45 жыл болған. Сәйкестендіріңіздер. Мына жерде қалай болды? Айшуақ орнында қайсысы келді? Жауап келді. Екінші жолаушы әскер жетекшісі. Дұрыс. Николай бір қайсысы? Б. Көтеріліс басқа бұйрық берген. Дұрыс. Лебедев. 1843-44 жылда жала өтірікті басқарды. Тамаша. Содан шығармашылық тапсырма. Патша үкіметінің жазалау әскерін қойған карта берді. Ал картада көрсетіңіздер. Кім көрсетеді? Қал. Қайсысы? Патша үкіметі қарамын берген. Мынау қай жақтан келді? Орынбор жақтан келді. Адей жақтан. Көре міне. Орынбор жақтан келген. Орынбор жақтан келген. Мынау? Міне? Орынбор жақтан келген. Және мынау қай жақтан? Торғай жақтан. Яғни Кенесары әскері Орынбор жақтан, Торғай жақтан, Орынбор жақтан кеткен. Арты жақтан Кенесары қыспақ қалған, не? Жақсы. Қыспақ қалған, тамаша. Ал енді мына сізге мына жаққа келеміз.
Сіздерге де 10 балл. Ал, бос орындар толтырыңыз. Қалай толтырдыңыздар? Хан сарбаздарының шайқас тактикасы мен әскери өнерінің амал тәсілдері енгізуді талап етті. Әскери тәртіпті бұзғандар қатаң жазаланды. О, тамаша. Сосын Қару-жарақ арнайы қоймаларда сақталды. сақталды. Мылтық көбінесе Бұқарадан сатып алды. Кенесары әскерінде зеңбірек өндірісі қолға алынды. Көтерілісшілер лагерінде ведомстволық дәрігерлер. Тамаша. О, тамаша. О, міне өте тамаша. Енді сіздерді мынау. Кенесары қырғыздарды соғыс ісіне жазалаған жауынгер етіп дайындады. Кенесары салы ашуларды шайқастап, найза мен қылыш айбатаны қару ретінде қолданды. Деген сөзді емін жерде мына кісінің айтқысы келгені. Ал жақсы. Ресей әскерінің қозғалысы саны мен қаруын олардың жер бедерін өзен көзін сөйленді. Жау ішінде тыңшылар ықпал, хабар жеткізу, шабуыл алдында жауды тосынан басу. Яғни бұл барлау және тыл қызметін сипаттадыңыз, е? Қаламшерін құрамына сызба. Жоғары бас қолбасшысы, ел президенті, қорғаныс министр күштері, қорғау министрі басқаруы, құрылық әскерлері, жаяу әскері, танк, артиллерия, ауа қорғаныс күштері, әуе шабуылынан қорғаныс күштері. Сөзі бұл жерде Кенесарының әскерлері бар. Кенесарының әскерлері қандайға бөлінді? Мылтықтар мен жүздіктер. Сосын кейін тағыдан? Мықты ататындар не деуші едік? Мергендер деп, осылай бөлінген. Жақсы. Тамаша. 10 балл. Сіздерге де 10 балл. Барлығынан 10 балл. 10 балдан. 10 балдан не? Жақсы, енді қараңыздар. Біз 4 мәтін бойынша біттік, енді міне қараңыздар. Енді мынаны біз аяқталуы. Аяқталуынан жақсылап отырып, назар салып тыңдаңыздар. Сендерге. Тыңдаймыз. Мемлекет келсін. Осылай кетесің. Бұрынғы тақсырдың болашақтың қарсы қалықтар бар. Олар сенің айтқанына бір пайдалыны жүре қоймеген қандай. Біріншіден, менің емес. Мәселен, айтқанымызға бөледі. Оларға тағы да түсіндіру керек. Қазақ қырғыз бір туған, жалғызу бізге жат болмақ. Бас біріктіріп, қоқандықтар мен хиуаттарды жою керек. Осы сіздерді бастап жүретін. Сен үшін кім? Сен бауырымыз жоқ. Дәл осы сәтте мен сенің сарбазың. Иә, оң қолымыз. Олай болса оң қолыңды жанғандарынан шығаратын кезім келді ме? Өткен жол Көкшетау басынан Бопайды жібердім. Тобықтыларға Шыңғыстаудағы Бұғыбай атқан. Енді алыс аудағы қонысбастарға баратын кезек менің шығады. Мен Кенесарының көре көрсене шығады. Қыр соңынан қалмайды. Сәт сапармен шығады сал. Бер батаңды, кене. Батаңды бер бара. Мендеш. Мендеш. Ендеше. Жолым болсын. Інісінің аузымен батып көрдіңіз, анасын алды. Ол бабаларының қанымен суарылған мынау ұлы дала. Осынау ұлы дала үшін, бабалар қанымен арымен қорғап қалған қасиетті мекен үшін, атам Абылайдың аманат үшін қасық қаным болғанша соқсам, менің бар шындығым, қай мақсат мұратым осы. Мен бұдан басқа шындық бар деп те ойламаймын. Осы жолда Тоқмаққа таяу жерде Кенесары 30-дан астам сұлтанымен және аз ғана сарбазымен ерлікпен шайқасып, тұтқынға түсті.
қырғыз манақтары қолға түскен ханды сұлтандар мен сарбаздарды өлім жазасына кесінеді. Қазақтардың Кенесары бастаған ол азаттық көтерілісі осылайша жеңіліс тапты. Кенесары ханның жасақтары Ресейдің жақсы қаруланған әрі күшті дайындықтан өткен тұрақты әскерге қарсы тұра алмады. Оның үстіне Кенесары бірнеше бағытта патша үкіметіне, қырғыз манақтарына және Қоқан хандығына қарсы соғыс жүргізді. Оның негізгі күштеріне де ұрыс шашқанды. Сұлтандар мен рубасыларының арасында ауыз бірлік болмады. Кенесары Қасымұлы қазақ халқының есінде талантты әскери қолбасшы, аса көрнекті мемлекет қайраткері ретінде қалды. Хан билігі іс жүзінде жойылған жағдайдың өзінде ол қазақтың 300-нің басын біріктіріп, қазақ мемлекеттілігін қайта қалпына келтірді. Көрдіңіздер ме? Сонымен енді байқадыңыздар ма Кенесары көтерілісінің жаңа жерде қалай аяқталғандығы? Түсініңіздер ғой, иә? Қай жерде барып аяқталғандығы, не үшін жеңілгендігі, оның тарихи маңыздылығы осы жерде бізде көрініп отыр. Ал енді өздеріңіз ой түйіп айтыңыздар. Кенесары хан бастаған ол азаттық күрес биліктің жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Ал мына топтан бастайық. Ал айтыңыздар, неге жалпы ұлттық сипатқа ие болды? Және көрдіңіздер, жеңілу себептерін білдіңіздер, қырғыздардан қалай жеңілгендігін білдіңіздер, ең соңында. Ал енді сіздер қалай ойлайсыздар, неге Кенесары хан бастаған ұлттық азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды? Бүкіл халықтық сипатқа ие болды. Ал қорытындылап айтыңыздар. Ал тағы өз жауабыңыз Осман. Кенесары көтерілісі қазақтың Ресей патша күресін білдірді. Ол өз атасының хан билігін жалғастыру келді. Жалғастырғысы келді, атасы Абылай хан заманында билікті қайта қалпына келтіргісі келді. Жақсы, ал сіздер айтыңыздар, Ералы кім сіздер, кім батыр? Дінас, ал айтыңыздар. Қандай ой айтасыздар? Аманжол, неге ұлттық сипатқа ие болды? Ұлттық сипат деген сөз ғой, бүкіл қазақ халқының ұлттық сипатына ие болды. Өйткені Кенесары хан өзінің жаудан жерді қорғап, тағы жерлері игергісі келді, және сол үшін ол соғыстарды көбейтіп, өзі соғысқа қатысып, бәрін басқарып отырған. Бәрін басқарып отырған. Не? Бәрін ұйымдастырып деген. Абилка айтамыз. Кенесары хан батыр болған, қолбасшы және патриот болған. Сол себепті оны бүкіл ұлттың сипаты деп айтқан. Айтуға болады. Жақсы, ал Адия. Ұлттық сипатқа ие, өйткені Ресей халықтың салт дәстүріне, әдет ғұрпына, дініне қысым жасаған, ал Кенесары Қасымұлы арқылы жақсы болды. Жақсы, ал Бекнұр. Ұлттық сипаттық себебі ол өзінің елін үшін күресіп, өзінің қазақтың дәстүрін көрсеткісі, қазақ жерінің күшін көрсеткісі келді. Бірақ оған ұнамады. Ұлттық сипаттық себебі Ресей жақтан үлкен қысым болды, салық көбейтілді және бекінсе түрлі салынды, жерлері аз қалды. Сол себептен Кенесары халқын жинап, әскерін ұйымдастырды. Ресейден келген қиыншылықтан құтқару үшін. Содан кейін ол көптеген соғыстар бастады, сондықтан ол өзінің жерлерін артқысы келді, қазақ жерін біріктіргісі келді, әскерін күшейткісі келді. Жақсы, тамаша. Кенесары хан ұлттық күресі ұлттық сипатқа ие болды, себебі ол Абылай ханның кезіндегі билігін тағы да бір мезетке орнатты. 300-дің барлық басын қосты. Және сол қысымнан кішкене ғана бірақ айырылды. Жақсы. Жақсы, енді міне қандай ой түйдің? Әрқайсыңыз міне 3-2-1 әдісі бойынша мен үшін ең маңызды 3 факты ойландырған 2 мәселе әлі де бізге керек жүрсін. Ал енді өздеріңіз айтыңыздар. Қандай 3 факты білдіңіздер? Осы бүгінгі сабақта 3 факты деген дәлел ғой, қандай дәлел? Ал нені білдіңіздер? Ал айта ойыңыз айтыңыздар. Сен бүгін не түсіндің? Кенесары сабағына.
Кенесары Қасым бастаған ұлт азаттық көтерілісте не түсінді? Қандай өзін бір дерек алып қалды? Ал неден бастады? Қазақ елінің басын біріктірген адам, иә? Қуған. Біреуін айтсаң болды, үшеуін ғана айтсаңдар болды. Сен біреу айт, сен біреу айт, біреу айт. Екі қандай мәселе бар ойландырған? Қандай екі мәселені ойландырдыңыздар? Ал, мына қандай қараңыздар, бүгінгі біздің сабағымыздың құндылығы ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Сол келе ме бүгін сабағымызда? Қазақ халқының бірлігі болған жерде не болады? Тірлік болады, ынтымақ болады, ешбір жау бізден ала ма, ала алмай ма? Вот соны айту керек қой. Ал айтыңыздар. Мен жақтаған үш факт, ол бізде Кенесары өз шайқастарында, олар Қонышлыдан басқа, олар тағы да сондай тағы да басқа заманауи қаруларды қолданған, және олар бәрі бірігіп, қазақтар бәрі бірігіп, басқа да елдерді жауап алуға бет алды. Жақсы, ал айта қойыңыздар. Абия, Ерасыл, Еркін, Темірлан, қандай ой түйдіңдер, қандай ойландырған қандай мәселелер бар, не ойландыңыздар? Ал, армыз. Мен үшін ең маңызды болған үш факт бұл Кенесарының билігінде қандай оқиғалар, көтерілістер және соғыстар болды. Мені ойландырғаны бұл неге олар жеңілді? Неге олар жеңілді? Не себеп болды? Жеңілді. Жақсы бердім, тамаша, араласың бой тамаша. Мен бүгін факт алдым. Қазақ жерінің бірлік екенін туралы түсіндім. Кенесарының ержүрек туралы түсіндім. Және менің мәселем неге қазақ жері біріккенде бірігіп әскері күшейілген, бірақ Ресейге жеңіліп қалған ойлап отырмын. Ойлап отырсың, иә? Біріккен күшті Күшті басын біріктіргеннің өзінде неге жеңіліп қалды Кенесары? Иә, біріккен. Ал сіздер жақтар. Бұл Кенесары біз үшін ойлаған, ол біз болашақ адамдарға қараған, олар Ресей біз алып кетпеу үшін күресті. Ойландырған мәселе бұл біздің үш жүзіп біріккенде бәрібір Ресейге жеңілгені. Ойландыр. Қандай сұрақтың бар? Тамаша. Ал айта қойыңыз, Еркін. Менің бір сұрағым бар. Қалай Кенесары түсінді болашақта біз қалай ол бір кезде ойлап қалды. Мен болашағым қандай болады екен деп ойланған. Мен болашағым Ресей болмасын деп, өзінің ұлты болсын деп, өзінің дәстүрі болсын деп қалай ол ойлап кеткен бір кезде. Иә, ол туралы ешкім сұрақ қоймады. Жалғыз Кенесары ғана оны ойлап, түрлі соғыстар істеп күресті. Міне, сонымен, үйге тапсырма міне бар. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісті, Сырымдатұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісті диаграмма арқылы салыстырастырып, ұқсастығын және несі бар? Айырмашылығы. Не? Ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Осылай диаграммасы арқылы үйде ортақ келесіңдер. Жақсы, сонымен бүгін сабаққа қатысқан барлық балаларды бағалаймыз. Бірінші топтың балаларының көбісі бүгін бізде балалар өте көп екен. Екінші топта, мына топтардың барлығы одан кейін деңгейде болды. Негізі ерекше көп жауап берген және үй тапсырмасы бойынша бірінші топ кішкене алға шығып кетті. Сондықтан енді бүгінгі сабаққа қатысқан балалардың барлығына біз бағалаймыз. Әсіресе бүгін міне Мәлік Айша, Берім деген балаларға, Дарын деген балаларға он қоямыз. Малдаберген Айша, Іңкәр деген балаларға Ералы 10 алады бізде. Сосын Адия, Ерасыл, Беркінұр бізде 10 алады. Айара 10 алады бізде. Мұхаммед, Сайра 10 алады. Сосын қалғандарымызда міне 9 алатын балалар бар, 8 алатын балалар бар. Сондықтан мен бүгін осылай бағаны қоймыз. Жақсы, онда үй тапсырмасы белгілі. Келесі сабақта жақсылап дайындап келеміз. Бүгін сіздер жақсы мағлұмат алып келеміз. Өйткені Кенесары Қасымұлы біз үшін өте ерекше тұлға. Астанада оның ескерткіші бар. Сондықтан Кенесарының көтерілісі ол ұрпақтың жадында мәңгі қалады.
Жақсы ғой, иә? Жақсы, онда бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.